Баршаңызға сәлем. Бүгін песочно-слоеный тесто жасаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаны бүтіндей, 2 жұмыртқаны сарысын, қаймақты, өлшеніп қойған сары майымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Міне осындай қамыр болып шығу керек. Енді бұл қамырымызды ортасынан теңдей 2-ге бөліп, бөлек-бөлек жайып аламыз. Екі қамырымызды да жұқалап жайып, майымызды ерітіп, бетіне жағып шығамыз. Ұнды сеуіп, үстіне дайын екінші қамырымызды қоямыз. Екінші қамырымызды да майлап, ұн себеміз. Шетінен ақырында рулет қып ораймыз. Қамырымызды улитка сияқты ораймыз да холодильникке кемінде 1 сағатқа қоямыз. Сонымен біздің песочно-слоеный тестомыз дайын болады. Бұл дайын болған қамырымызбен кез келген нәрсе жасауға болады. Мысалы, ұйғыр самсасын жасауға болады, немесе пахлава, сол сияқты заттар жасауға болады. Ас болсын.